Ассалаумағалейкум құрметті футбол сүйер қауым. Бүгін біз сіздермен бірге Мирас аренада матч тамашалаймыз. Мансур және Мирас екі командалар арасындағы ойын өтетін болады. Осы ойын 30 минут сіздермен бірге YouTube арнада тамашалайтын боламыз. Біздің оң жағымызда сары жейдеде ол Мансур командасы болса, сол жағымызда Мирас командасы. Қазір екі команданың жейдесі бірдей болғаннан соң ойыншылар қосымша жейде киетін болады. Демек, жылдам командалардың құрамымен таныстырып өтеміз. Бізде тек қана Мирас екі командасының құрамы. Бас бапкер Талғат Жуанышбаев екенін айта кетейік. Ойыншылар 8-ші нөмірде Мұхаммедали Хабибуллаев, 12-ші Омар Мұрат, 20-ші Білалхан Жалалханов, 19-ші Тайыр Сатыбалдиев, 4-ші Али Абдуллаев, 77-ші нөмірде ойнайтын Алтайыр Жанабаев, 15-ші Медет Дүйсебек, 14-ші нөмірде Алихан Абдырахым. Міне қазір матч басталды. Мансур командасы шабуылға өтуге тырысқан еді, бірақ Мирас екі футболшылары топта иеленіп алған еді. Аут. 9-ші нөмірде Раян Қуатбек, 11-ші нөмірде Ұлықбек Шадықұлов, 10-ші нөмірде Ернұр Беркінбай және Мұхамеджан Қуатбек, 5-ші нөмірде. Қазір Мирас екі командасының ойыншылары шабуыл өрбітуге әрекет жасаған еді. Мансур футболшыларды алыстатуға тырысты. Алыстан соққы. Қазір қақпашыға бұл қиыншылық тудырмады. 8 және 9 жастағы футболшылар арасындағы турнир екенін айта кетейін. Футболшыларды міне Мирас екі командасының құрамымен таныстырып өттім. Енді матч тамашалаймыз. Жақсы, сары жейдеде команда өкілдері шабуыл ұйымдастыруға тырысты. Әлі де аут болады. Бұл жерде Мансур екі командасының футболшысы жетіп келе алмады. Ауттан да ойынға қосылады. Қазір жоқ, 15-ші нөмірдегі Медет Дүйсебек қазір соққы допты ойынға қосты. Сол аяғымен көрейікші Мирас екі командасының футболшылары қандай оң қапталдан шабуыл өрбітуге тырысқан. Бір сәтте бұрыштама доп болу керек. Жоқ, төреші қазір қақпашы допты ойынға қосуын білдірді. Негізінде бұрыштама доп еді. Есеп ашылған жоқ. Екінші минут. Мирас екі командасының футболшылары оң қапталдан шабуыл өрбітуге тырысып жатыр. Бір жойқын соққы қажет. Ойын ережесі бұзылған жоқ дейді төрешілер. Мансур командасының шабуылына назар аударамыз. Қауіп жағдай болуы мүмкін. Қақпашы бұл жерде үлгерді. Қазір допты теуіп жіберді. Әйтпесе Мансур футболшылары есепті ашып кетуі мүмкін еді. Асықты. Мансур футболшылары аут. 10-ші нөмірдегі ойыншы қазір Ернұр Беркінбай допты алаңнан шығарып жіберді. Мансур футболшылары допты сызыққа қойып қосу керек. Қана жас футболшылар арасындағы матч қызықты өтеді. Қайсы команда бірінші болып гол соғады екен? Оң қапталдан Мансур футболшылары ойын тізгінін өз қолдарына алуға тырысқан сәтте алаң қожайындары десек болады. Мирас аренада өтіп жатыр. Мирас екі командасының ойыншылары. 10-ші нөмірдегі Ернұр Беркінбай допты ойынға қосты. Соққы керек осы сәттен қорғаушылар допты қайтарды. Әлі де жақсы. Ойын ережесі бұзылды. Бірақ Медет бұл жерде, бірақ Мансур ойыншылары қарымта шабуыл өрбітеді. Сол қапталдан қаны Медет үлгере ме?
Ойын ережесі бұзылмады. Әлі де Мансур футболшыларында аут. Қазір енді Мансур футболшылары допты ойынға қосады. Қақпашы абай болу керек. Қорғаушылар допты алыстатты. Әлі де сырғанап допты алған сәтте ойын ережесі бұзылды. Бұл жерде қазір төреші сырғанша алды. Билалхан Жалаханов қақпашы. Мирас екі командасы қан енді осы сәттен бір пайдаланып кете ме екен. Рұқсат берілді, соққы болды, қақпашы қайтарып жіберді. Тағы бір соққы, гол! Осылайша есеп ашылды. Міне Мирас екі командасының футболшылары Әлихан Әбдірахым өзіне білдірілген сенімді білдірді. Осылайша есеп ашылды. Бірден өл. Енді Мирас екі командасы екінші гол соғып алуға тырысатын Медеттің әрекеттері осы футболшының соққысы еді айыптауынан. Қазір ойын ережесі бұзылды. Мансур футболшылар допты ойынға қосады. 4-ші нөмірдегі футболшы деп айта береміз. Бұл футбол жас ойыншылар, бүлдіршіндер арасындағы ойын. Әлбетте кейбіреулер футболшы десек әлі бұлар енді үйреніп келе жатқан үшін дұрыс түсінбеуі де мүмкін. Сол үшін айтып жатқаным Медет Мирас екі командасының ойыншылары. Бұл жерде 8-ші нөмірдегі ойыншы Мұхаммед-Али Хабибуллаев еді. Медет Дүйсебек топты ойынға қостыңыз. Сол аяқпен Медеттің осындай стандарт жағдайларды ойынға қосуы қауіпті көрініс алып жатыр. Жаңа гол соғылған сәтте осы футболшы айыпдауын орындаған. Міне Медетке келу мүмкін. Топты алып қоя ала ма екен? Алып қойды. Мансур футболшылар жоқ. Осалдық танытпады. Қарымта шабуыл, бұл сары қағаз болады. Қазір Медеттің ойыны эмоцияға берілмеу керек. Сол үшін де бапкер ойыншыны алмастырды. Ауызша ескертті Медетке келесі жол сары қағазбен жазаланасын деп. Мансур футболшылары қазір қақпаның бағанасы құтқарды. Автогол болуы әбден мүмкін еді. Мұхаммед-Али допты қайтаруға тырысқан еді. Қақпаның сол бағанасына тиіп қайтты доп. Бұрыштама доп. Қазір таразы басы теңесуі мүмкін еді. Мирас екі футболшыларында. Мансур ойыншылары қазір бірінші тайм өзінде таразы басын теңестіріп алуға тырысып жатыр. Қақпашы топты ұстап отырмады. Теуіп жібергеніне куә болдық. 20-ші нөмірдегі Билалхан Жалаханов. Мансур футболшыларында ойыны жаман емес. Міне Мансур футболшылар соққы болу мүмкін. Қорғаушы үлгерді бұл жерде. Омар Мұрат дер кезінде допқа жетіп келді. Әйтпесе бір соққы болатын еді. Билалханның қақпасына. Есеп 1-0. Мирас екі командасы қазірше жеңіске жетуде. Жас футболшылар, міне қосалқы құрамдағы ойыншыларда өздерінің кезегін күтуде. Паспен топты қайтарды Мұхаммед-Али. Әлде Мансур футболшылары. Қарымта шабуыл бола ма? Саржидедегі ойыншылар тарапынан жоқ. Әлде Мансур таразы басын теңестіріп кете ма? Үлгере ма қаны? Мирас екі футболшылар алыстата алды. Омар Мұрат екінші рет командасын құтқарып қалды десек болады. Қазір допты алаңынан шығарып жіберді. Енді алаңның сызығына қойып допты ойын қосу керек. Әлі кейбір футбол қағидаларын білмейді, үйретіп жатыр. Я осындай турнирлер арқылы тәжірибелерін шыңдайды. 8-9 жастағы бүлдіршіндер бұлар. Әлі Мирас екі командасы
Аут. Birinchi taym аяқталуына 5 minut vaqt qaldı. Esep 1-0. Miras екі командасының ойыншылары допты ойын қосты. Ұштамады. Саржиде де команда өкілдері. Қана екінші гол соғып кете ала ма екен бұл жерде? Әлде Мұхаммедали допты көтерді. Қорғаушыларға тиді. Мансур футболшылары қарымта шабуылды өрбітуге әрекет жасайды. Аут. Бұл жерде Алтайыр Жанабаев топты қайтарған еді. Ол өз орын әріптестеріне босатты. Енді Мирас екі командасы әлде Ашумен қазір доп алаңнан шығарып жіберді. Шабуылға өтсе де болатын еді. Мансур футболшыларында екінші голға куә боламыз ба бірінші таймда? Міне қарымта шабуыл болуы мүмкін. Омар Мұрат топты тағы да қайтара білді. Жақсы қорғаушы. Бермеу керек қарсыласқа соққы бағыттау мүмкіндігін. Мансур футболшылары оң аяқпен дұрыстайды, соққыны күтеді, бірақ қорғаушылар мүмкіндік бермей жатыр. Қарымта шабуылға куә боламыз. Қатесін дұрыстады. Қазір Мансур футболшысы 9-ші нөмірдегі Раян Қуатбек дайын тұрған еді шабуылда. Егер де оған келгенде қақпашымен бірге-бір шығуды әбден мүмкін еді әлде. Мирас екі футболшылары соққы керек. Осылай әрекеттер. Қаны сол аяқпен соққы. Гол! Есеп 2-0. Мұхаммед Али Хабибуллаев өзіне білдірілген сенімді ақтады. Осылайша есеп 2-0-ге жетті. Қосалық құрамынан алаңға шыққан еді Мұхаммед Али. Мансур футболшылары енді қиын жағдайға түсіп қалды. Бірінші таймда 2 гол қатарынан жіберіп алды. Шабуылдар ұйымдастырды. Қауіп жағдайды туындатуға әрекет жасады. Енді екінші таймда өзгеше болуы әбден мүмкін. Аут. Бірінші тайм аяқталуына санаулы минуттар қалды. Есеп 2-0. Мирас екі командасы қазір жеңіске жетуде. Топты Мансур футболшылар қосты. Омар енді үшінші голға қана куә боламыз ба? Мирас екі футболшылары соққы керек. Мұхаммед Алиде өзі оң қапталдан соққы болмады. Әлі де міне тағы да қақпашы қайтарды. Тағы бір соққы ма? Қазір үшінші голға Раян Қуатбектің соққысы сәл қарқынды болғанда. Жақсы. Мансур футболшылары қазір қақпашы допты ойынға қосады. Аут сол қапталдан. Есеп 2-0. Екінші тайм бұдан да қызықты көрініс алады деген үміттеміз. Қазір Мансур бапкері өзінің шәкірттеріне керекті ақыл кеңестерді береді. Қалай ойнау керек екенін футболшыларды алмастыру мүмкін. Омар Мұрат допты ала алмады. Аут. Ешқандай ойын ережесі бұзылмады. Қорғаушы 12-ші нөмірдегі Мұрат Омар. Қазір Мансур футболшылары оң қапталдан допты ойынға қосады. Бәлкім бір соққы болуы мүмкін. Омар қайтарды тағы да. Қарымта шабуыл. Мирас екі футболшылары үшінші гол соғып алуға тырысады. Бірінші тайм өзінде матч тағдырын шешуге әрекет жасайды. Мұхаммед Али де қарсыластан өте алмады. Бұл жерде ойын ережесі сынады. Алыстату мүмкін. Жақсы пас. Әлі де Мұхаммед Али қана екінші гол ма? Дубльге гол жеткізуге тырысады осы футболшы. Жоқ, Мансур футболшылары деп тауып қойды. Бірге-бір шығу мүмкін. Мұрат Омар үлгермеді, бірақ бұл жерде қақпашы допты ұстап алады. Билалхан. Мұхаммед Али. Қызықты ойын көрініс алып жатыр. Міне шабуылдың артына шабуылдар, екі команда өкілдері де. Аут. Мансур футболшылары. 1 минут уақыт қалды.
Hozir Mansur futbolchilar do'ppi o'yin qo'shdi. Muhammad Ali, Miras екі o'yinchilari екі gol so'g'ib oldi. Out. Бер пас, молодец. Жақсы, bir-birini do'ppi жеткізуде qani bir so'qqi kerak. Muhammad Ali, Rayan Qotbek. И пас. Еще раньше. Haliga И удар, улуq. Ay, молодец, улуq. Alstatda Mansur komandasining qaqbashchisi do'pni iyelenib oldi. Rayan. Omar Bilalxon bu yerda qaqbashiga qarshi o'yin erejasi buzilganday bo'ldi. To'reshni deydi. Burushlama do'p deydi. Hech qanday o'yin erejasi buzilmagan. Birinchi taymning so'nggi minutlari esep 2-0. Miras 2 komandasi hozircha jengishga yetuvdi. Burushlama do'p. Ko'ramiz bu yerda Mansur futbolchilari gol so'qib keta oladimi ekan. Omar do'pni qaytardi. Tag'ida burushlama do'p. Mansur futbolchilari bir goldan qarintasini birinchi taymning o'zida qaytaruga tirishib жатыр. Tag'ida qo'rg'ovchilar so'qqi kerak o'sha yerdan. Halida shabul жалғасады, biroq Muhammad Ali do'pqa ulgurdi. Qarshilasdan ola olmadi. Miras 2 futbolchilari Omar qani yeshin tevib jibirmedi. So'qqi bo'ladi qaqbaning sol burishina. O'satda To'resh qirg'in shaldi. Birinchi taym 2-0 esebмен ma'resine jetdi. Kichigir uzilish.